Жасым 30-дан асқанда жолықтырған сүйгенім отбасылы азамат болып шықты. Алғашында жылы әңгімелесіп, сыр бөлісіп жай ғана кездесіп жүрген болатынбыз. Кейін арамызда ыстық сезім пайда болып, бірте-бірте үлкен махаббатқа ұласты. Күйеуім мені ұнатып, жары болғанымды қалаған соң, ортақ келісіммен некемізді қидырып, отбасына айналдық. Әрине, біздің ері мен әйелі екенімізді ешкім білген жоқ. Біреудің отбасын бұзып, жұбайлар арасына түскенімді дұрыс көрмей жазғыратындар да бар шығар. Бірақ әркім өзі қалаған бақытқа қол жеткізуге құқылы емес пе? Менің күйеуіме деген сезімім шынайы болған соң, алдымдағы кедергілердің бәріне көз жұма қарап тәуекелге бел будым. Қиындықтың бәрін жеңемін дегенге сендім. Өкінішке орай, анам мен бауырларым менің бұл шешімімді дұрыс көрмеді. 30-дан асқанда біреудің екінші әйелі болып тығылмай өзі қатарлы жігіттің етегінен ұстап жарқырап жүретінде жайым да бар ғой. Алайда менің таңдауым осы отбасылы азаматқа тоқтады. Яғни, тоқал болып күйеуімді бәйбішемен бөлісетін отбасылық өмірді таңдадым. Сүйгеніммен бір жастықта басымды қосқаныма қуанғаныммен, дәрігерлер бала сүюге деген мүмкіндігімнің аз екендігін айтты. Тұрмысқа шығатын жастан өтіп кетіп жар болуды, ана болуды аңсаған күндерімдегі қорқынышым осы еді. Міне, енді бақытқа қол жеткіземін бе дегенде, сол қорқынышым алдымнан шыққанын қарасаңызшы. Бірақ мен үмітімді үзбедім. Уақыт өте келе екеуміздің қарым-қатынасымыз оның туыстарына белгілі болды. Менің енем мен бәйбішеден естіген сөзім қалмады. Әрине, олардың алғыстың орнына қарғыс айтатыны белгілі ғой. Өзімнің жаным күйзеліп, бір үмітке ғана байланып, өмір сүріп жүргенде сөздері сүйегімнен өтті. Қанша қиын болса да бақытымнан бас тартпадым. Күйеуім де мені жалғыз қалдырмады. Бәрінен бұрын соған қатты қуандым. Алланың тілегімді қабыл еткені шығар, көз жасым құрғамаған, 4 жылда артқа тастағаннан кейін тұңғышымды босандым. Ұлымыз өмірге келген соң, бәрі де оңала бастады. Енем бәйбішенің қолында тұрады. Күйеуім той жиынға бара қалса, енем мен бәйбішені ертеді. Менің туыстарымнан басқа дос-жаран, таныстың тойына күйеуіммен қолтықтасып баратындай мүмкіндігім жоқ. Күйеуім келгенше үйден шықпаймын. Маған ауыр тиетіні, 2 баланың анасы болсам да, енем мені әлі күнге дейін келін ретінде қабылдамады. Салған сәлемімді қабыл алып, босағасынан аттатқан емес. Қаншама уақыт өтті. Ел жұртта, балалар да бәрін біледі. Менің түсінбейтінім, бәйбіше не, тоқал не. Екеуміз де бір адамның жарымыз, екеуміз де перзент сыйлап отырмыз. Бәйбішеде бар нәрсе неге менде жоқ? Неге мен бәйбішенің көлеңкесінде тіршілік кешуге тиістімін? Деп қапаланамын. Қазір сырттан қарап, бәйбішенің өміріне қызығып, бар өкпемді тағдырға ғана айталамын. Мүмкін біреулерге менің өмірім жақсы болып көрінер. Алайда мен де енемнің көңілін тапқан жақсы келін атанғым келеді. Өмірімді бәйбішенің көлеңкесінде өткізгім келмейді. Санамдағы сансыз сұрақтарға жауап табылмай қиналамын. Менің жазығым не? Неге күйеуімнің туыстары көзіне ілгісі келмейді? Неге келіндері ретінде қабылдай алмайды? Әрине, мен бұл сұрақтарды енеме не болмаса бәйбішеге қоя алмаймын. Бұл сұрақтардың бәрінің жауабын күйеуімнен алғым келеді. Ал ол болса, білемін сағанда, оларға да оңай емес, сондықтан сабыр ет, бәрі бірте қалпына келеді деп жұбатады. Бірақша уақыт сабыр етуің керек, сонсыз.